Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу негіздері оқу қызметі. Тақырыбы ү дыбысы мен әріпі. Балалар, алдымен сәлемдесіп алайық. Пайдаң тиіп отанға, риза болсын халқымыз, бес болсын алар бағамыз, білімнен бақыт табамыз. Өте жақсы балалар, бүгін біз о әріпінің досымен танысатын боламыз. О әріпі жуан дауысты дыбыс, сөздің басында, ортасында кездеседі. Енді жұмбақ жасырайын. Суға түссе балықтай, жүзе берер жалықпай. Бұл не балалар? Дұрыс айтасыңдар, бұл үйрек. Балалар, біз бүгін ү дыбысымен танысатын боламыз. Кәне бәріміз мына өлең шумағын бірге тыңдайық. Үйрек десе бірінші, бүйрек десе екінші. Бұл қайсы әріп екенін біреу айтып берсінші. Кім тапқыр? Бұл қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, бұл ү дыбысы. Кәне менімен бірге қайтала. Ү. Ү дыбысы сөздің басында және ортасында келеді. Ү дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Ү дыбысын айтқан кезде дыбыс кедергісіз еркін шығады. Енді ү дыбысынан келетін сөздерді айтайық. Үкі, үтік, үй, үйеңкі, үш, үтір, күн, түлкі, гүл, жүгері, күрек. Өте жақсы. Балалар, енді ү дыбысынан келетін сөздерді білу үшін мына видеоны бірге қарап шығайық. Ү әріпі. Үкі, Үкі, үңгір, үңгір, үйрек, үйрек, үй, үй, үстел, үстел, үтік, үтік. Балалар, біз ү дыбысынан басталатын бірнеше сөздермен таныс болдық. Есімізде сақтайық. Ү дыбысы сөздің басында және ортасында кездеседі. Жеке дара буын бола алады. Демек, ү дыбысы дауысты дыбыс. Есіңде сақта балақай. Ү дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Балалар, мына сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Үтік, үстел және үкі сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Енді жұмыс дәптерімізді ашып, тапсырмаларды бірге орындайық. Табиғат менің өз үйім. Бірінші тапсырмада үркітпе, атпа, абай бол сөздерін пайдаланып, сурет бойынша әңгімелейміз. Балалар, бұл табиғатта не жасап жатыр? Қайсы әрекет дұрыс? Немесе балалардың әрекеті дұрыс емес пе? Сен маған өз жауабыңды беруді ұмытпа. Ал қараңдаршы балалар, мына баланың қолындағы айыр ағаш қандай әріпке ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Ү әріпіне ұқсайтын ағаш ұстап алыпты. Екінші тапсырмаға қараймыз. Ормандағы дауыстарды ажырат, дыбыстарды ишарамен бейнелеп, дауыс ырғағымен айт. Түк, түк, түк. Бұл қандай құс? Бұл тоқылдақ. Келесі ү. Бұл үкі. Қар, қар, қар. Бұл қарға. Трау, трау. Тырна. Келесі бақ, бақ. Ол баққа. Және де барқ, барқ. Ол үйрек. Енді суреттен ү дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Келесі
әріпімен таныс болайық. Ешкімде қолдан жасамай, қос біткен айыр ашамай. Бұтаның бөлігі әріпіне ұқсас екен. Солай ма балақай? Келесі 4-ші тапсырмаға қарайықшы. Әріпінің бейнесін ермек саздан жаса. Таяқшалардан әріпін құрастыр. Қолдарыңның көмегімен әріпін бейнеле. Саған қиындық тумайды деген ойдамын. Әріпін маған бейнелеп беруді ұмытпа. Балалар, енді әріпінің жазылуымен таныс болу үшін мына видеоны бірге қарап шығайық, және де жұмыс дәптерге, жай дәптерге әріпінің баспа және жазба түрлерін бірнеше рет жазып үйрен. Үйренейік. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доғайып, жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көлбеу түзу сызып, ол сызықты оңға қарай қиғаш үлкен жол ортасына қарай созамыз да, тік төмен көлбеу түзу түсіреміз. Жазу жолының төменгі сызығына жеткен соң, оңға қарай бұрыш саламыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен көлбеу түзу сызып, төменгі сызыққа тигізе, ілгек жасап, үстіңгі сызыққа дейін созамыз да, астыңғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу түзу созып, оңға қарай бұрыштап сызық түсіреміз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге әріпін жаз. Балалар, біз бүгінгі оқу қызметімізде дыбысы мен әріпімен таныс болдық. Берілген тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасауды ұмытпа. Сау болыңдар балалар.